Сәлем достар! Қандағы адреналинді көтеретін сұмдық әсерлерді сүйетін көрермендеріміз қорқынышты видеоларымызды сағынып қалған шығар. Тамырдағы қанды суытар, ғаламшарымыздағы өте қорқынышты бұрыштар өте көп. Бірақ олардың арасындағы ең үрейлететіні болып, қараңғы әрі іші сырға толы ормандар болып келеді. Әр қадамнан шытырман оқиғаларды іздеп жүретін осындай көрермендерімізге боталар мен тамырлары, тыныштығы мен тылсым дүниелерімен шошыта алатын ормандар қызығушылық тудыратыны сөзсіз. Себебі алдында ормандағы табылған сұмдық заттар атты видеомыз 1 миллионнан астам қаралым саны жинап үлгерді. Соған орай біз бүгін әлемдегі ең қорқынышты ормандардың тізімін сіздерге ұсынамыз. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Қабыл алыңыз, топ ең қорқынышты әрі қауіпті ормандар. Жирен, яғни қызғылт сары орман. Бұл радиоактивті шаңның бөлінуіне байланысты қызғылт қоңыр түске боялған Чернобыль төңірегіндегі өте ерекше жер. Жарылыстың толқыны үшін ормандағы ағаштардың үлкен бөлігі сынып тамырмен бірге жұлынып кеткен. Радиоактивтердің ыдырауының салдарынан ағаштар ұзақ уақыт бойы жарқырап тұрғаны байқалған. Чернобыль атом электр станциясындағы апаттан 30 жылға жуық уақыт өткеніне қарамастан, сарапшылардың пікірінше орман әлі де радиоактивті күйде тұр. Бұл орманның несі қорқынышты деп ойлайтын адамдар болатын шығар. Қорқыныштан бұрын бұл жер басқа ормандарға қарағанда сіздің өміріңізге деген нағыз қауіпті төндіреді. Жирен орманда уақыт тоқтап қалған сияқты. 33 жыл бұрын сынып құлап қалған ағаштар шіріп кетпей әлі сол күйінде тұр. Ал орман болса қоршаған ортаға шынымен де қауіп төндіріп тұр. Ғалымдардың пікірінше қызыл орманда жинақталған өсімдіктердің өртену қаупі өте жоғары. Ал егер бұның барлығы жанып кететін болса, ондағы радиация кеңірек таралады. Қисық орман. Польшаның батысындағы Грифин қаласына таяу мекендегі ешбір жерге ұқсамайтын жері. 400-ге жуық ағаштың бір бағытта, бірдей қалыпта қисайып өсуі шын мәнінде ерекше құбылыс. Қазір 1,8 гектарды алып жатқан орман алқабы табиғаттың құпия ескерткіші секілді. Жерден 30 сантиметр көтерілісімен қайтадан жер бауырлаған қарағайлардың бірін-бірі қуа жөнелген жандар да еле қалғаны шын мәнінде үрейлі көрініс. Қисық орман жұртты өзге де ерекшеліктермен шошындырады. Бұл жерде құстар сайрап, шегірткелер шырылдап мазаңызды алмайды. Мүлгіген тыныштық. Сонда мұны қалай түсінуге болады? Табиғаттың тосын құбылысы ғалымдарды шын мәнінде қызықтырса, келушілердің көбінде бұл жер ерекше қорқыныш әсерін тудырады. Себебі бірде дыбысы естілмейді, майысып кеткен орман қорқынышты түстердегі мекендердің бірін еске түсіреді. Румынияның Хоя-Бачу орманы паранормальды аймақ ретінде белгілі. Жергілікті тұрғындар мен кейбір ғалымдардың айтуынша бұл орманда беймәлім ұшатын нысандар байқалып, белгісіз дауыстар естіліп, түсініксіз силуэттер мен белгісіз заттар жиі көрінетін. Адамдар бұл орманды құрлықтағы Бермуд ұшбұрышы деп атап кеткені және бұл жерге баруға қорқады. Бірақ әлі күнге дейін баратындар бас ауыру, бас айналу, жүрек айну және басқандай да ауруларға шағымданады. 60-шы жылдары биология пәнінің мұғалімі Александр Сифт осы жерді зерттеу мақсатында қоныстанады. Ол UFO суреттерін, белгісіз жарқылдар мен силуэттерді түсіреді. Сонымен қатар таз алаң құбылысын зерттейді. Дәл сол таз алаңды, яғни ормандағы дөңгелек өсімдіктерсіз жерді жергілікті тұрғындар басқа әлемге портал деп санайды. Әрине ол жерде ешқандай портал жоқ, бірақ та ол жерде неге өсімдіктер өспейтінін ешкім біле алмайды. Дәл осында ит пен құс атаулы жолуға қорқатын таз еш өсімдік өспейтін алаң солтүстік Каролина штатындағы Сайлер қаласынан 16 километр шақырымда жатқан орман ішінде орналасқан. 12 метр диаметрді құрайтын сақина жерде еш нәрсе ешқашан өспеген. Дәл бұның салдарынан бұл жер барша тұрғындарды үрей тудырады және орманға барғызбайды. Сатанистік қорық. Америка құрама штаттарының ең тылсым орманы. Массачусетстің оңтүстік шығысында Фритаун Фолс Ривер қорығында адамдар жоғалып көптеп өледі екен. Ол сатанистердің, бандиттер мен суицидке берілген жандардың аумағы деп саналады. Бұл жерлерде ежелден ақ сатанистер құрбандық шалу және жануарларды салт саналы түрде өлтірумен айналысқан.
Қуыршақтар орманы. Мексикада орналасқан бұл орман әлемнің ең қорқынышты жерлерінің тізімінің жоғарғы жерлерінен еш түспей келеді. Анықтап қарасақ, бұл жердегі қуыршақтар Чаккидегі қанішер қуыршақтармен салыстыруға болады. Аралдың әрбір жерінен, әрбір ағашынан басы жарылған, көзі жоқ, қол-аяқтары жыртылған қорқынышты қуыршақтарды кездестіруге болады. Барлық осы сұмдық көріністі ұйымдастырған Джулиан Баррера. Оқиғаның басына оралатын болсақ, оқыста ол каналға батып кеткен кішкентай қыздың қуыршағын тауып алады. Жігіт бұл қуыршақ иесінің елесімен байланысты деп есептеп, оның аралда болғанын қалайды. Ал кейінірек ол осындай бірнеше қуыршақтарды кезіктіреді. Не керек, сөйтіп ол иесіз қалған қуыршақтарды 50 жыл бойы жинап келген. Жігіт бұл орманды нағыз қорқыныш мекеніне айналдырып жіберді. Енді қуыршақтардың саны күн санап өсе береді және кез келген адамға күдік пен үрей ұялатады. Жапондық өліктер орманы. Әрине, адамдар жиі өлетін жерге кім өз еркімен жақындай қойсын. Жапонияның Аокагихара орманы да бей-жай қарайтын жер емес. Мұны сонымен қатар ағаштар теңізі деп те атайды. Мұнда мүлгіген тыныштық, бірақ бұл тұрақтылық ұзаққа созыла қоймайды. Сәлден соң құлаққа жеткен әртүрлі қорқынышты дыбыстар соңынан шуылға айналады. Ең қорқыныштысы, қалың орман адамдардың өліміне толы. Өмірден күдер үзген адамдар осында келіп өздерін құрбандыққа шалып жібереді. 1950 жылдан бері Аокагихара орманды 500 адам өз-өзіне қол салған. 2002 жылдың өзінде аталған орманда 78 адам бақилық болған. Ашаршылық жылдарында асырай алмаған соң көптеген отбасы өлім аузындағы жаңа туған балалары мен ата-аналарын осында әкеліп тастап кеткен еді. Ал олар болса аштықтан өлді. Осының айғағы ретінде Ну орманның әр жерінде шашылып жатқан адам сүйектерін жиі кездестіруге болады. Сонымен қатар орманда өз-өзіне қол салғандардың арасында кәсіпкерлер мен галстук таққан шенеуніктерді көптеп көруге болады. Егер орманға кірсеңіз, одан аман шығуыңыздың өзі не ғайбыл. Әрине, турист ретінде қыдырып қайтатындар баршылық, бірақ қолыңыздағы компастың өзі орманға кірген сәттен бастап істен шығады. Ал енді ең қорқыныштысы, жергілікті халық Ну орманның ішінде өлім алдындағы шыңғырып жатқан адамдардың дауысын естіп жатады екен. Достар, бұл видеодан соң ормандардан қорқып қалған адамдар бар болып қалса, дәл қазір лайк басып, өз ойыңызды қайта позитивті бағытқа бұрыңыз. Орман адам үшін қуат көзі. Ормандар қоршаған ортаның қалыптасуына үлкен әсер етеді және планетадағы температура мен ылғалдық сияқты факторларға әсер ете алады. Олар сонымен қатар су, көміртек, азот, оттегі, фосфор, күкірт және басқа да элементтердің биогеохимиялық циклдерінде маңызды рөлді атқарады. Ағаш тамырларының арқасында топырақ эрозиясы процестері бәсеңдейді. Су мен ауа ағындары кешіктіріледі. Былайша айтқанда, ормансыз біздің өміріміз мүмкін емес. Дәл солай, сіздердің қолдауынсыз біздің арнамыздың өмір сүруі мүмкін емес. Сондықтан тезірек арнамызды жаңадан оттегімен байытып тіркеліп кетіңіз. Бұл өте оңай. Жай ғана қызыл подписаться батырмасын басып, оны сұр түске айналдырып жіберіңіз. Сіздерге бұл өте оңай, ал бізге ары қарай дамып 1 миллион деген санға жетуге тағы бір мүмкіндік тудырады. Сондықтан міндетті түрде арнамызға тіркеліп, осы видеоның астында пікір қалдырып, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.